Бірлік орта мектебі бастауыш сынып мұғалімі Ұябасарова Сайра Мейрамбековна. Ал балалар, дүниетану сабағына қош келдіңіздер. Сабағымыздың бөліммен таныс болайық. Бірінші бөлім өзім туралы деп аталады. Бұл бөлімде қоғам туралы білеміз. Адам мен қоғам арасындағы байланысты оқып үйренеміз. Өз отбасын және ата тегін жайлы білетін боламыз. Сыпайылық әдебиетін меңгереміз. Еңбектің адам өміріне жақсартатынын білетін боламыз балалар. Ары қарай тыңдап өтейік енді балалар. Ал балалар, тақырыптың атын білу үшін бейне сөзді шешейік. Кәне балалар, ойланып көрейік. Қандай сөз шықты? Отбасы. Олай болатын болса, бүгінгі тақырыбымыздың аты менің отбасым. Енді отбасы туралы толық мағлұматты білейік. Отбасы дегеніміз не? Отбасы туралы не білесіздер? Дұрыс, кез келген адамның өз отбасы бар. Отбасы қоғамның бір бөлшегі. Оған бір үйде тұратын ең жақын адамдар жатады. Яғни отбасы бірлесіп күн көретін, туыстық қатынаста тұратын адамдар тобы. Мына оттың басына кімдерді отырғызар едіңіздер? Үйіміздегі ең жақын адамдар кімдер? Дұрыс, оттың айналасына атамызды, әжемізді, содан кейін әкемізді, анамызды, аға, іні, әпке, қарындас сіңлерімізді отырғызамыз. Неге оларды отырғыздыңдар? Бұлар кімдер? Бәрекелді, олар сізбен бір үйде тұратын ең жақын адамдарыңыз. Олар отбасы мүшелері. Балалар, отбасы туралы білдік. Енді отбасы ағашын толтырайық. Мен бірнеше сөз айтамын, соны отбасы ағашына орналастырыңыздар. Кәне бастаймыз. Ата, дос, әже, әке, әпке, аға, ана, іні, нағашы, сіңлі. Ал балалар, бір орын бос қалды. Неге бос қалды деп ойлайсыздар? Ол кімнің орны? Әрине, ол сенің орның. Қандай сөздер қалып қойды балалар? Дос, нағашы. Неге бұл сөздер отбасы ағашына кірмеді? Қалай ойлаймыз? Нағашы деген кім? Әрине, ол анаңның туысы боп келеді. Ол басқа отбасы мүшесі екен. Ал дос дегенше, оның да отбасы бар екен. Сондықтан ол сенің отбасың бола алмайды. Отбасы бір үйде тұратын ең жақын туыстар. Олар әрдайым бір-біріне қамқор болып жүреді. Үлкен кішіге, кіші үлкенге. Олар атасы мен әжесі, анасы мен әкесі, ағасы мен інісі, әпкесі мен сіңлісі. Балалар, бүгінгі сабақта біз нені үйрендік? Отбасы деген сөздің мағынасын есімізге түсірдік. Отбасы мүшелерін атадық. Отбасында ең жақын адамдар тұратынын білдік. Балалар, осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Отбасы аман болсын.